Жамбыл ауданында жастар саясатының жүзеге асырылу барысы туралы. Жамбыл ауданында бүгінгі таңда 87.972 халық тұрса, оның 26.752-сі жастар. Жалпы аудан халқының 30,4%-ын құрайды. Жамбыл аудандық жастар ресурсты орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 43 штаттық бірлік берілген. 2024 жылдың 10 айында 1797 жас жұмысқа орналастырылды. Оның ішінде тұрақты жұмысқа 1004 жас, әлеуметтік жұмысқа 32 жас, ақылы қоғамдық жұмыстарға 240 жас, жастар практикасы бағдарламасымен 250 жас, алғашқы жұмыс орындары бағдарламасымен 105 жас жолдамалды. Бастау бизнес жобасын 100 оқыды. Онлайн кәсіптік оқудан 63 жас өтті. Ұрпақтар келісім шарты 3 жас. Мемлекеттік қайтарымсыз грантқа 36 жас ие болды. Жұмыс орнында кәсіптік оқытудан 9 жас өтті. Уақытша бос жүрген жұмыссыз жастар. Қазіргі таңда отбасы цифрлық картасы базасында 1301 жас бар. Оның 715-і өзіктендіріліп, қалған 586 жаспен тиісті жұмыстар жүргізілуде. Жұмыссыз жастарға және уақытша бос жүрген жастарға жұмыспен қамту және жұмыссыздықтың алдын алу және мемлекеттік бағдарламаларды насихаттау мақсатында жыл басынан бері кеңес беру алаңдары 18, бос жұмыс орындары жәрмеңкесі 10, жастар ресурсты орталығының басшылық құрамымен қоғамдық қабылдаулар 18, жұмыспен қамтудың белсенді шаралар өткізілді. Ауданда тіркелген жалпы қылмыс саны 148, оның ішінде 14-16 жас аралығында 4, 18-20 жас аралығында 12, 21-29 жас аралығында 21, 30-35 жас аралығында 29 қылмыс. Жастардың қатысуымен 6 қылмыс тіркелген. Бүгінде 14-35 жас аралығында 59 жас пробация есебінде тұр. Оның ішінде әйел азамат жасы 4, 30 өз-өзінің жұмыспен қамтыған, 22 азамат тұрақты жұмысқа орналасқан, 5 сотталған азамат білімгер. Біреуі тергеу изоляторында, 1 жас жұмыссыз. Аудандық пробация бөліммен бірлесе пробация есебінде тұрған азаматтармен таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Аса ауылында адам көп шоғырланған орынға 2 эко жәшігі жасалынып орналастырылды. Пробация есебінде тұрған жастармен ұлттық ойынды дәріптеу мақсатында садақ атудан жарыс өтті. Волонтерлік бағытта 456 шара өткізіліп, оларға 6931 жас волонтер атсалысқан. Жамбыл ауданы Қазақстан экологиялық акциясын Тараз қаласынан қабылдап, Жуалы ауданы жастарына жолдаймыз. Әлеуметтік желідегі Instagram парақшасында 1141 пост жарияланды. Парақшаның 5030 оқырманы бар. Facebook желісінде 1104 пост жарияланған. 1620 оқырман бар. Басылым беттерінде барлығы 39 мақала жарық көрген. Сондай-ақ жас келіндер экологиялық байқауы 77 ТВ, Тараз 24, бірінші Евразия телеарналарында көрсетілсе, Жамбыл облысында рәміздер күніне орай ұйымдастырылған велошеру 24 KZ, Тараз 24 телеарналарында көрсетілімдерге шықты. Бірінші жарты жылдықта 4 облыстық жастар ресурсты орталығында қызмет атқаратын жастар арасында облыстық караоке батл байқауы адалдықты жырлайды. Тәуелсіз елдің ақыны атты облыстық жас ақындар айтысы өңіраралық жайдарман ұйымдастырылды. Самға спорт орталығымен бірлесе мектеп аралық шахматтан облыстық ашық турнир өткізілді. Турнирге 60-тан астам оқушы қатысты. Аудандық ауқымда шаралар, жаңашыл бастама төздік әлеуметтік жобалар байқауы, баскетболдан, үстел теннисінен, бокстан, кіші футболдан, жекпе-жек спорт түрінен аудандық біріншілік, келін спатлы атты аудандық келіндер байқауы, жастар арасында Жігіт Сұлтаны 2024 байқауы, жас мұғалімдер арасында киностар кино байқауы, алпыс 100 метрлік қашықтықта суда жүзуден жарыстар өткізілді. Атазаң тәуелсіз елдің тұғыры атты жас ақындар мүшәйрасы үздік мобилограф атты мобилографиядан жарыс. Бояулар құпиясы сурет байқауы, әнім саған туған ел атты өзге ұлт арасында ән байқауы, ақыл батыл, өзге ұлт арасында интеллектуалды ойны, ұлттық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды.
12 тамыз халықаралық жастар күніне орай жастармен бірге 10 күндік аясында Жамбыл ауданы әкімінің ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен Таза Қазақстан республикалық акциясы ұйымдастырылып, аудандық және ауылдық кітапханаларға кітап тартылды. Жас келсе іске жобасы аясында отандық фильмдер ашық аспан астында көрсетілді. Денсаулық зор байлық жобасы аясында шын жүректен атты акция өтті. Адал Азамат жобасы аясында TEDx форматында спикерлермен кездесу өткізілді. Еңбек бәрінде шеңбек жобасы аясында Аса ауылдық округі Рахат сауда орталығының алдында бос жұмыс орындары жәрмеңкесі мен мобильді кеңес беру алаңдары ұйымдастырылды. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек жобасы аясында желсіз түнде жарғай атты өнер кеші өтіп, жасалынып жатқан жұмыстарының нәтижесі ретінде аудан жастарының марапаттау рәсімі өтті. Және де 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай жастар арасында облыстық жайдарман ойындары өтті. Жайдарманның жайдарлы сайысына алды команда бақ сынасып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. 1 қазан қарттар күні мерекесіне орай аудандық белсенді жастар мен ардагерлер арасындағы бильярдтан турнир өткізілді. Ардагер қариялар мен жалғыз ілікті қарттарға әлеуметтік азық-түлік сый қалталары табысталды. Әр ауылдық округте қариялы қарттарымызға арналып концерттік бағдарламалары ұйымдастырылды. 2024 жылдың басынан бері Жамбыл ауданы жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйытқы болуымен 9 жоба іске қосылды. Атап айтқанда, жастар ресурстық орталығынан көп балалы аналарға, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға тегін қызмет көрсететін сұлулық салоны жұмысын бастады. Сұлулық салоны аптасына 2 рет тұрғындарды қабылдап қызмет көрсетуде. Ауыл аманаты партиялық жобасы аясында жеңілдетілген несие алып, кәсібін дөңгелетіп отырған жастарды дәріптеу мақсатында Ауылбай жобасы түсірілімін бастады. Кәсіпкер атанған 5 жаспен сұхбат жүргізіліп, әлеуметтік желілерде жарияланып, 20 мыңнан астам қаралым жинады. Бұл жоба алдағы уақытта өз жалғасын табатын болады. Отбасының беріктігін нығайтып, жастарға отбасы болудың маңызын насихаттау мақсатында қызықты Love Story айдары да жұмысын бастады. Жыл басынан бері 5 жасқа неке куәлігі салтанатты табыс етіліп, қызықты сұхбаттар жүргізілді. Орталығымыздың ғимаратынан заман талабына сай фото-студия ашылды. Жақында ғана өз жұмысын бастаған студияда ауданға белгілі жас әншілермен бейне баян түсіріліп, әлеуметтік желілерде жариялануда. Сонымен қатар Қазақстан эстрадасында жарқырап келе жатқан жас әнші Айбек Қайбулла мен жұлдызды сұхбат өткізіліп, әлеуметтік желіге салынды. Жастардың шығармашылығын шыңдау, креативті ойлауды қалыптастыру, бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында жайдарман ойындары қолға алынған. Атап айтқанда, әр ауылдық округтегі жастар арасында іріктеу сайыстары өткізілуде. Жеңімпаз атанғандар арасында финалдық ойындар өткізіліп, оқ бойы озық шыққан топтар республикалық, облыстық жайдарман ойындарына жолдама алуда. Жақында ғана басталған жоба өз жемісін беруде. Жамбыл ауылы Шамбыл Жабаев атындағы орталық мектептен 4-ші командасы республикалық жайдарман ойындарының жуниор жасөспірімдер лигасына қатысып, бақтарын сынады және Алматы қаласында өтетін ойындарға жолдама алды. Жыл басында үстел теннисінен үйірме бастау алған болатын. Бұқаралық спортты дамытып, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында ашылған үйірме өз жемісін беруде. Аптасына 2 күн жастарды қабылдайтын үйірмеге қатысушылар саны артуда. Үстел теннисінен турнир ұйымдастырылып, турнирге 30-ға тарта жастар қатысты. Бұл жақында басталған үйірменің жемісі. Ұлттық рухымызды оятып, жастардың құндылықтарымызға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мерген садақ ату үйірмесі ашылды. Үйірмеге аудан жастары қатысып, бүгінде бұқаралық сипат алып келе жатқан спортқа қызығушылық танытуда. Үйірме аптасына 1 рет жастарды қабылдауда. Сондай-ақ кешкі уақытта жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға ықпал ету мақсатында караоке батл өз жұмысын бастады. Жастардың көңілінен шыққан бұл жоба әр ауылдық округте өз жалғасын табуда. Жоба аясында барлық ауылдық округта ұйымдастырылып және қорытындылау кеші өткізілді. Жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қолдауымен оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру, математиканың күнделікті өмірдегі маңызы мен қолданысын толық қамту үшін білімді практикада қолдану дағдысын дамыту, олимпиада есептерін шығаруға баулу мақсатында Айша Биба ауылдық округінің мәдениет үйінің коворкинг орталығынан Pythagoras атты курс ашылды. Қазіргі уақытта 20 оқушы курсқа тұрақты қатысып, онлайн
жүлделі бірінші, екінші орындарда иеленуде. Айша Бибі ауылдық округінің мәдениет үйінде поэзия, өнер, айтыс бағытында жас ақындар аула клубы ашылған. Үйірмеге қатысушылар аудандық, облыстық, республикалық жарыстарда желі орындардан көрініп жүр. Нақтырақ айтқанда, жас ақын Айдаралы Алина Астанада өткен айтыста арнайы жүлдеге ие болды. Жетекшісі Құрманов Нұрлыбек Бақтығалиұлы. Жастар ресурсы орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қолдауымен орталықтың жанынан бұқаралық спортты дамыту және жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында Геккон спорттық туристік клуб ашылған. Жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында Алшын жекпе-жек клубы жұмыс жасайды. Мұнда 60 жас спортпен шұғылданады. Ағымдағы жылдың желтоқсан айында шағын кинотеатр, дәстүрлі жылжымалы сауда орталығы, таңғы сұхбат, психологиялық кабинет жобалары өз жұмысын бастайды. 2025 жылға ресурстық орталықтан қыздар фитнес залын ашу жоспарлануда. Бүгінгі таңда барлық керекті заттармен қамтылған.